Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін үй жағдайында дәмді батон нанын дайындаймыз. Батон нанына керекті заттар: ұн, жылы су, жылы сүт, ашытқы, пісте май, тұз қажет. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы суымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз. Пісте май құямыз. Және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне елегіштен өткізген ұнымызды саламыз. Осылай қасықпен араластырып, керекті мөлшерде ұнын шетінен қоса отырып, қамырымызды жасаймыз. Қамырымызды әбден 10-15 минут илейміз. Қамырымыз бірнеше қайтара илегенде иі қанып, қолға жабыспайды, бір тегіс болып шығады. Және иі қанып, бірнеше рет иленген нан өте дәмді болады және жақсы көтеріледі. Әбден иледік, енді үстіне пісте май құйып, тағы да бірнеше қайтара нанымызды илеп аламыз. Нанымызды жақсылап иледік, енді үстін пленкамен жауып, орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз 1 сағат тұрды, осындай болып көтерілді. Енді қамырымыздың бірнеше рет басып, тағы да үстін пленкамен жауып, 20 минутқа көтерілуіне қоямыз. Үстін орамалмен жабамыз. Қамырымыз осылай көтерілді. Енді батон нанын жасасақ болады. Қамырымызды алып, шет-шетіне жинап, ұн себе отыра ыдыстан аламыз. Және мен қамырымды екіге бөлдім. Бір бөліктен батон нанын, екінші бөлігінен кішкентай порционды нандар жасаймын. Батон үшін жасау үшін осылай нанымызды оқтаумен жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін нанымызды бүріп ораймыз. Нанымызды орап алдық, енді екінші жетін бүктеп, көтерілуіне қоямыз. Батон наны көтерілгенше мен порционды нандар жасаймын. Осылай бірнеше бөліктерге, кішкентай бөліктерге қамырымызды бөліп аламыз. Порционды нандар өте жақсы, әдемі, сүйкімді болып көрінеді және балаларға жегенге өте ыңғайлы. Енді батон нанымыз қамыры көтерілді. Тағы да қолымызбен бірнеше рет басып, оқтаумен жаямыз тағы да. Осылай жайып алдық. Жұқартып жаямыз да, бірінші көрсетілгендей нанымызды бүктеп ораймыз. Орап, шет-шетінде бір шетіне бастырып қоямыз. Осылай қолымызбен жая отыра батон пішінін келтіреміз. Және үстін пышақпен тіліп шығамыз. Порционды нандардың да үстін тіліп шықса әдемі көрінеді. Нанымыздың бетін жауып 20 минутқа көтерілуіне қоямыз. Нанымыз 2 есе болып ұлғайып көтерілді. Енді үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Жұмыртқамен жағып шықтық. Жұмыртқамен жаққаннан өте әдемі, тартымды болып көрінеді. Жұмыртқа жаққаннан кейін үстіне әртүрлі дәндер сепсеңіздер болады. Мен күнжіт дәндерін септім. Батон нанын қызып тұрған пеште 200 градус пеште пісіріп аламыз. Батон наны осылай пісті. Үйде піскен нан өте дәмді, дәмі ерекше болып келеді. Батон нанын сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де ерінбей үй жағдайында нан пісіріңіздер. Осылай өздеріңіздің жақындарыңызды қуантыңыздар. Кішкентай порционды нандар балаларға өте ыңғайлы. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар қуаныштымын. Келесі кездескенше күн жақсы.